Жол айрығы әңгіме. Әңгіменің авторы Роза Сұлтаналиева. Таң ертеңгілік. Ақшыл түсті паз автобусы асфальт жолда зымырап келеді. Жұмағали терезеден сыртқа көз тастап ойланып отыр. Биыл көктем ерте шықты. Қары еріп, табиғат сыланған бойжеткендей құлпырып шыға келген. Кеше кешкісін басталып, түнімен жауып өткен жаңбырдан соң жердің беті дегдіп қалыпты. Енді ғана қылтиып шығып келе жатқан көк шөптегі жаңбыр тамшылары күн сәулесімен күмістей жылтырайды. Жол шетінде әр тұста көлшік сулар көрінеді. Зулап өтіп бара жатқан уақыт-ай, тағы да көктем келіп қалыптау деп ойлаған Жұмағали жеңіл бір күрсініп алды. Анашым, анашым деген жас баланың дауысы оның ойын бөліп жіберді. Жанындағы орындықта алдына алған 3-4 жасар баласы бар келіншек отырған. Дауыс сол баланыкі екен. Мен үлкен болғанда бар ғой, әдемі машина сатып аламын да, өзіңді әр жаққа қыдыртамын. Мақұл ма анашым, дейді еркелеп. Айналайын алтыным менің, әлі қыдыртасын анаңды. Ең әуелі өсіп, ер жетіп, үлкен жігіт болшы құлыным, деді жас келіншек мейірлене күлімсіреп. Келіншек тым ажарлы екен, келте қиған шашы ақ жүзіне жараса қалыпты. Ұзын кірпіктері үлбірей ашылған қызыл еріні, қарлығаштың қанатындай қиылған қарақасы, тіпті құлағындағы алтын сырғасы да көркіне көрік қосып, өз үйлесімін тапқан ба дерсің. Неге екені белгісіз, ол Жұмағалиға бақытты жан болып көрінді. Ұлы екеуіне қызыға көз тастады. Осы бір сүйкімді келіншектің жары қандай екен? Сірә маңдайында бағы бар біреу шығар. Осыны ойлап отырып, келіншекке тесіле қарағанын да байқамапты. Бейтаныс жігіттің өзіне қадала қарап қалғанын аңғарған ол, жіңішке қастарын көтеріп таңырқай бір қарады да үнсіз қалды. Онысын байқаған Жұмағали ыңғайсызданды. Атың кім балақай, деді бұл ендігі жерде үндемей қалуды жөнсіз санап. Алмас. Охо, атың жақсы екен, дәл тауып қойғанын қарашы, деп ойлады оның өткір жанарына қарап. Кімнің баласысың? Деді Жұмағали баланың тілін қызық көріп. Анашымның. Бала бұл жолы да сөзін қысқа қайырды. Дұрыс, деді Жұмағали күліп. Демек анаңды жақсы көретін болдың ғой. Ал әкеңеше, әкеңе бала болмайсың ба? Деді сөз соңын әзілге бұрып. Жоқ, деді бала басын шайқап. Мен анашымның ғана баласымын. Соны айтып, ернін тістелеп біраз отырды. Сосын ересек адамдарша Жұмағалиға тіке қарап, әкем бізбен тұрмайды, оның басқа баласы бар, деді. Ыза ма, әлде бойын билеген сағыныш сезіміне ерік бере алмады ма, баланың көзіне жас келіп қалды. Тағы бір нәрсе айтпақ болып оқталған еді. Анасы баласын тыйып тастады. Алмас, тыныш отыр. Келіншектің жіңішке қастары жиырыла қалды. Ағаңның мазасын алма. Соны айтты да ол өз ойымен өзі болып кетті. Ол да шешесінің бетіне жаутаңдап қарап қойды да үнсіз қалды. Сөп сүйкімді сәби. Кішкентай болса да әкесі туралы айтпақ болған сөздерін анасының қас-қабағына қарап доғара қойды. Не айтпақ еді? Жұмағали ойға қалды. Неге екенін кім білген? Сол сәтте, алғашқы кезде ұмыта алмай қиналғанмен, соңғы кездері ол туралы ойланбайтын да болған. Тіпті өмірде бар жоғы да мұны қызықтырмайтын секілді болып кеткен. Өз ұлы, алыстағы өз ұлы есіне түсті. Жүрегі елжіреп кетті. Қайрат, балапаным менің, ақмақ басым қара басып ұмытып кетіп бұнау. Айналайын-ай, қазір қандай болып қалдың екен? Ол кезде көзің мойылдай қап-қара болып, енді ғана еңбектей бастаған едің. Тоқта, мамырда дәл 1 мамыр күні туған едің. Есімде,
Мен жолдастарыммен бірге Маевкадан келгенімде, сонда ішіп алған едім-ау, анаңды іздегем. Айы күні жетіп отырған еді. Мен кеткенде әйелдер босанатын үйден бірақ шығыпты ғой. Сонда биыл 4-ке толады екенсің. Туған күніңде жақындап қалған екен-ау. Анаң мен әкеңнің дәм тұзы жараспады. Бірақ сенің не жазығың бар еді? Әкең бар болса да әкесіз өстің. Әлде өгей әке? Жоқ, олай болу мүмкін емес. Керегі жоқ. Олай болмай-ақ қойсын. Жұмағали көзін ұстап, басын ұстап отырып қалды. Әрине, ешкім өмір ағынын өз дегеніне көндіре алмақ емес. Дәл сол мезет ұшарға қанат болса, жан-жағына қарамай сол жаққа тартып кетер ме еді? Шарасыздығынан алыды. Көз алдында сол бір өткен жылдар тізбектеліп өтіп жатты. Жұмағали жолы болғыш жігіт еді. Әйтеуір ісі оңға басып, тасы өргейді ұмылап тұратын. Мектепте жүрген кезде де, әскер қатарында болғанда да мұның алдынан кескестейтін, тосқауыл жоқ сияқты болып көрінетін. Мектеп бітірген соң 1 жылдай үйде сенделіп бос жүрді. Сосын отан алдындағы 2 жылдық борышын өтеуге аттанды. Одан келген соң туған ауылында қалып жұмыс істегісі келмеді. Ауылда жастар аз, әсіресе бірге оқыған кластас достарының көбісі қалаға кетіпті. Кейбіреулері үсті бастары май болып трактор айдап жүр. Әрине, ол тәрізді жұмысқа мұның бойына жар бермейді. Сөйтіп жүргенде әкесінің: саған қарап отырған күніміз жоқ балам. Үйдегі анау-мынау жұмыстарға іні қарындастарың өсіп қалды ғой, солар көмектесер. Қалаға барып, оқуға бағыңды сынап көр. Түсіп кетсең құба құп. Тұңғышым сен адам болсаң, артыңдағы бауырларыңды өзің сүйреп жеткізерсің. Бізге алаңдамай кете бер шырағым, деген сөзі қамшы болды. Сосын бұл оқуға түсуге ниеттенген жоқ. Тіке зауытқа келіп жұмысқа орналасты. Жататын орнын да сайлап алды. Жастар жатақханасына орналасты. Жолдастарымен бірге бей кешіне барып жүріп, Сайра есімді сұлу қызбен танысты. Қыр соңынан қалмай, 1 ай дегенде үйленіп тынды. Сайра өзі қандай талдырмаш нәзік болса, көңілі соншалық ақ, кісі сөзіне сенгіш және болмашы нәрсенің өзіне кілт етіп өкпелей салатын, жаны жараланғыш, жүрегі нәзік жан болып шықты. Тіпті Жұмағали жұмыстан шаршап келгенде оны аялап, жылы шырай білдіре қоймаса, сөз жоқ ашуланады. Ақыры сен мені ұнатпайсың, сүйем дегенің жалған деп жылап тынады. Дегенмен бұл сияқты кішігірім соғыстар жас отбасының мүшелерінің арасына іріткі сала қоймайтын. Екеуі тату-тәтті-ақ тұрып жатты. Пәтер жалдап бөлек шықты. Ақшадан тарыққан жоқ. Сайра балабақшада тәрбиеші болып жұмыс жасайды. Жұмағалидың да жалақысы жақсы. Соның өзінде апта құрғатпай ауылдарына барып тұратын. Жұмағалидың әке-шешесі сөмке себеттерін толтырып барын беріп жіберетін. Күндер өтіп жатты. Олар тойларын көктемде дүрілдетіп тұрып өткізді. Артынша құдалықтарын да шақырып жіберді. Кетер кезінде Сайраның әкесі екеуін қонаққа шақырды. Екеуі үйленгелі ол жаққа барған емес еді. Себебі Сайраның өз үйі солтүстік облыстың шеткі бір ауданында тұратын. Екеуі де қуанып кетті. Бірақ Сайраның аяғы ауыр. Сонымен олар Жұмағалидың кезекті демалысын алғанда бірақ бармақшы болып шешті. Көп замай дүниеге Қайрат есімді ұл келді. Ол жас отбасына үлкен қуаныш әкелді. Бұрын тып-тыныш болып тұратын бөлме іші нәрестенің іңгәсімен жарасым тапқандай болып көрінетін. Екеуіне соның жылағаны да, ұйықтағаны да, анасын емгені де қызық. Сайра үйде, Жұмағали жұмыстан келсе болды, ұлының қасынан шықпайды. Ми қайнатар ыстық жаз да келді. Екеуі, дәлірек айтқанда ұлы үшеуі Сайраның ауылына барып қайтты. Алғаш баруы болғандықтан ба сыйлы болды. Келесі жазда бұлар тағы барды. Бар бәле сол жолы басталған еді. Сол күн
мұның есінен шығарма сірә. Жұмағали сол күні тіпті мазасы болмай оянды. Жегідей жеген ойын қорытып, бір шешімге келгендей болды. Ойлап қараса, мұнда келгеніне 1 айға жоқ уақыт өтіпті. Жүрісі мынау. Бұл келгенде қайын атасы Дәрмен қартта қуанып, қалбалақтап қалды. Қызық, бала сияқты, келгенің жақсы болды. Балам-ау, кетпей-ақ қойсаңшы енді деп қояды. Жұмағалидың уақытша көмектесуге келгенін ести тұра солай дейді. Ол орнынан тұрды да, сыртта байлаулы тұрған атына беттеді. Қойды көріп келмек. Жұмағали қара жолдың бойына тесіле ұзақ қарады. Сайра кешікті-ау. Не болды оған? Ең болмаса келіп, менің хал күйімді де білмегені несі? Деп келіншегін режи еске алды. Сайра совхоз орталығындағы 5 бөлмелі үлкен үйде ұлы екеуі тұрып жатқан тұғын. Қойшы ауылға, яғни ата-анасына 2-3 күнде бір соғып кететін. Ал қазір 1:07 уақыт болып қалды. Тым-тырыс жатыр. Не керек? Ол көп күн жоқ болып кеткен еді. Бүгін түс ауа ағасы екеуі машинамен келіпті. Ол тіптен асығыс екен. Жұмағалиға солай көрінді. Қысқа амандық саулықтан арыға бармады. Қайратты неге алып келмедің, деді бұл ұлын сағынғанын білдіріп. Жол соғып ауырып қалама деп ойладым. Ағамның үйіне тастадым, деді Сайра күмілжіңкіреп. Соны айтты да ішке кіріп кетті. Жұмағали сырт киімін шешіп, жуынып шайынып үйге кірді. Сайра мен шешесі сыбырласып отыр екен. Бұл келгенде екеуі әңгімесін кілт доғара қойды. Шай да тым-тырыс ішілді, құдды жаназа болған үй сияқты. Әншейінде апасы ананы-мынаны айтып отыратын еді, бүгін тіпті аузын буған қапшықтай. Қайын атасы бұрыннан көп сөйлей бермейтін. Бүгінде күндегі әдетімен үнсіз отыр. Мүмкін бұған солай болып көрінетін шығар, сонда да жүрегі бір нәрсені сезгендей. Сайра шайдан 1-2 кесе ішті де орнынан тұрып кетті. Жұмағали шөлдеп ақ отырған еді, бірақ шай батпады. Сайраның соңынан іле бұл да тысқа шықты. Үй сыртына тасаланған соң келіншегін құшақтай алып еді. Ол қойшы өзі өремей деп қолын қақты. Жаным, саған не болды? Айтсаңшы түсіндіріп, деді бұл аңыра қарап. Сайра төмен қарап жер шұқылап тұрды да, бүгін тіпті мазам болмай тұр, деп ақталғансыды. Сайра ағасы екеуі қайтпақ болып жиналған еді, анасы қоярда қоймай қонып кетуге көндірді. Үйде Гүлшат келінін айтады. Бар ғой, бүгін лаждап Қайратқа қарап шығар, ертең қайтыңдар, деген соң Сайра шелекті алып сиыр сауға кетті. Кеш болды. Мал жайғалып, тамақ ішіліп болған соң төсек салына бастады. Ерлерге бөлек Сайра мен шешесі екеуіне бірге салынды. Жаздың мамыражай тынық түні. Тек алыстан бақаның дауысы естіледі. Әудем жерде көл бар болатын. Әкелі балалы екеуі сәл әңгімелесіп жатты да ұйқыға кірісті. Сәлден соңа қорылға басты. Жұмағалидың кірпігі айқасар емес, әйтеуір дел сал бір күйде. Сәлден соң Сайраның сыбырлаған дыбысы шықты. Апа, апа. Әу қалқам, деді шешесі сыбырлай, бірақ түнгі дауыстар анық естіліп жатыр. Сайра сөзін жалғастырды. Сіз де ұйықтамағансыз ба? Менің бір түрлі ұйқым келмей жатыр. Апа, Қайратты қайтем? Қайтем дегені несі? Деп таңданды Жұмағали. Оны бізге таста, әрі ермек, алданыш, және сенің жолыңа бөгет болмасын, деді шешесі сөзін нығарлап. Бөгет болмасыны қалай? Жұмағали құлағын түре түсті. Апа, Жұманды аяймын. Жұмағалиді Сайра солай атайтын. Ой, құдайым-ау, сендей сұлуды жақсы көрмеу мүмкін бекен. Ол ауылына барған соң өзіне лайығы табылар. Ал сен дос-жаннан айырылма. Реңі қандай? Мінезін айтсаңшы. Мынау секілді ішімдегіні тап дейтін үндемес емес, әкесі сықылды самбырлап тұр. Шетелдік көлігімен шалқытып мініп жүр. Бақ та сонда, байлық та сонда.
Даусының қатты шығып кеткенін байқамай қалды ма, Сайра: «Апа, жайырақ сөйлесеңізші» деп өтінді. Дауысы аса жалынышты шықты. Шешесі тоқтар емес. «Ертең сендермен ілесіп барып Қайратты алып келем». «Жоқ, дұрыс, мен кейін барайын. Қайратжанның сонда болғаны ләзім. Сендер қашан анау?» Жұмағали анау дегені өзі екенін сезгенде бір түрлі қорланып кетті. «Кеткенше үйге келмей-ақ қойыңдар. Күдер үзген соң өзі-ақ кетер. Әзірге Досжан екеуің бірге тұра берерсіңдер». «Ой, не болды? Жылап жатсың ба?» «Тәйірі, таусылатын ештеңе жоқ. Денің сау, басың жас. Айтпақшы, Досжан ана әйелімен заң жүзінде ажырасқан ба екен?» «Жоқ, апа, қайдам, қыр соңымнан қалмай қойды. Ол осымен екі адамның обалына қалды. Мені де бір күні солар құсап». «Қой, о несі-ей? Не, сонда сені солар құсап қуып жібере ме?» «Қуып көрсін. Досжан есті жігіт қой. Алдыңғы екеуі де сұрықсыз сұмпайыдай біреулер еді. Қасында жүруге намыстанған ғой. Оның үстіне олардан бала болмады. Айтпақшы, Досжанға айтып көрсеңші, маған біраз ақша қарызға бере тұрсын. Кейін алады ғой». «Ойбай-ау, алмаса бізде қалар. Бөтен адам емеспіз ғой енді. Ана үйге біраз жаңа жиһаздар алсам деймін. Тіпті адамның жаманы анау Тұрарбектің үйін жаңалап, үйін дүниеге толтырып қойыпты ғой. Біз солардан кейінбіз бе? Сөйт, түсіндіріп айт. Досжан бәрін түсінеді. Есі бар жігіт қой, есі бар». «Есі бар». Жұмағалидың құлағы шыңылдап кетті. Ар жағын өзі де білмейді, ештеңе естіген жоқ. Әйтеуір таң атқанша өзін өзі кемсітумен болды. Таң енді бозара бастағанда Сайра ағасын оятты. Шешесі күбірлеп жүр. «Түндегі айтқан ақшаны сұрауды ұмытпа», деді қызына. Жұмағали бәрін естіп жатты. Сайра қасына келер, бірдеңе дер, қоштасар деп үміттенді. Машинаның гүр етіп от алып жүрген дауысын естігенде ол үміті де өшті. Сайраның шешесі өз-өзімен сөйлесіп самаурын қоюға кірісті. «Бақытың ашылсын қалқам», деп қояды. Жұмағали қайын енесін ит етінен жек көріп кетті. Дәл қазір мылтықты кезеп тұрып атып тастар ма еді? Қайтадан Сайраны ойлады. Мүмкін шешесінің көзінше қасыма жақындауға бата алмаған шығар, деп жарына кінә артқысы келмеді. Енді мен не істеймін? Жұмағали Сайраның соңынан совхоз орталығындағы үйіне бармақшы, жалынбақшы, оны өзіне қайтарып алмақшы болды. Бір ойы қырғын, салмақ болды. Жаңағы айтып кеткен Досжанмен қоса сабап, олардың абыройын төгіп, масқара еткісі келді. Әр нәрсені бір ойлап жатты. Әр ойланып, бер ойланып, өз ойынан айныды. Мейлі, сол Досжанмен-ақ бақытты болсын. Сол біреуді көрер ме еді, қандай екен? Мейлі, солардың дегені болсын. Мен ертең кетем, бір жола кетем. Жұмағали осы шешімге келді. Сөйтіп, күн көкжиекке енді көтеріле бергенде, әй-шайға қарамай, азын-аулақ киімдерін алып, ол жерден бір жола кетті. Бұл қайтып іздеп барған жоқ. Олар да тым-тырыс қалды. Ұзынқұлақтан естіді. Сайра Досжаннан кетіп қалыпты. Ұлын алып, қалаға кетіпті. Енді ойласа, онысы қате екен. Өзінің перзенті үшін, ұлы үшін бір рет, тым болмаса бір рет баруы керек еді. Автобус жүрісін баяулатты. Жанында отырған келіншек ұлын жетектеп алдыңғы есікке жақындады. Ұлы жаутаңдап жан-жағына қарап қояды. Жұмағали оларға қарап Сайра мен Қайратты көргендей болды. Өзінің ұлы да ана бала сияқты көзі мөлдіреп, қай жерде жүр екен? Ұлы өзін жатсынбаса, бұл Сайраның қандай кінәсі болса да кешер еді. Тек олар өзіне қайтып оралса екен деп тіледі. Ол қалайда іздеп бармаққа бекінді. Әңгімені оқыған автор.